Мына үстімдегіндейді іздеген қалқым 4 маусым кие бересіздер. Көрдіңіздер ма? 55 сом қалқым жібек. Жоң, мына жібек. Не деуші едік әлгі сіздердің тілдеріңізбен? Мен тілімде болса мынаны. Немене деп айтам әлгі? Бинсы, жібек бинсы. 55 сом қалқым, Мына лоха басы. Қарасынан мал келеді. Әзірше қарасы жоқ. Мына кафе реңе қалқым. Мынауды әлем атақ шыққан мал. Осылардың юбкасынан да мал келеді. Юбкасымен итау қылып білем шығатын болсаңыз. Мына мен кигеннің әңгілақың рең екен. Мыналарды бәрінің бағасы оқшашы қалқым. Сапа деген жетеді ма Джулиан? Ма сапа. Німдай маманыңа, німдай сілеманыңға. Сапасы не деген керемет. Мына қарасының әдемілігін, қызылының әдемілігін. Малдар осындай қыздар. Мына малдарчы, әне күн мен сіздер сенбейсіздер, осы мен кибағанның ол мұнчылық айбат күлі болса арман жоқ. Үрімжіде тұрасам, мына пифаға 90 дейді. Маны мен мұндай өзім со 90 емес, әуіл 45-55-ке сатам ба деп жүрім десем, сөнен көйін барып, немене дейді. Біздікі жыңы дейді. Мынадан артық қайтық жым болады енді бір жерін алтын жағама бұның, жоқ күміс орнатама. Оттай береді екен ғой. Көрдіңіздер ма міне? Міне алқымыңызды бүйтіп еңкейсен бір жерім ашылып қалады демейсіз. Жоңшы ойбай жеңім тұрам ба деп бұлай қиналмайсыз. Ама бір алып қалдыңыз 2 жылдан 8 жылға шейін киіп, тоздырамай артында әрі көсәна тегі мынандай нәрсені Ростиядан әкепедің, қайдан әкепедің деген тозбайды деп баяғыдағы Ростияның айбалталарын дүж жыл тозбай етіктерін тоздырамай әлгі етікті сыртының сыры кесе ішінде терісі бүйтіп тұрады екен ғой. Сол сияқты болып жүреді мына малдар қалқы міне. Сапа деген осында. Ешқылып өзіңіз біреумен жұлысып, ары-бері тартып, я бәкімен кесіп, я мысалы өрт қойып етпесеңіз, ешқылып бір өмір киетін киімдер.